ақша шақыратын бұйымдармен таныс болыңыз. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай бақа тұр, иә? Бақаның астында көп деген тиын бар. Ал оң шетте өзіміз білетін тақа. Тақаны біз көбінесе кіреберіс есіктің төбесіне іліп қоямыз. Барлық үйде бар деп ойлаймын. Сіздерге де таныс шығар бұл заттар. Ал мына жерде фэн-шуй заттары, яғни Қытайдың фэн-шуй деп аталады. Бұл жерде бірінші сол жақтағы әтештің астыңғы жағына қарасаңыздар, көп деген тиындардың үстінде тұр. Ал оң жақтағы да тура солай тасбақаның астында қаланған монеталар тұр. Ал үстінде қарны тойған, қарны қампиған бай отыр десек те болады. Осы заттар сіздерге таныс болуы да мүмкін, бейтаныс болуы да мүмкін. Көбінесе бізде үйде бақа мен осындай тақа көбінесе кездестіріп жатамыз, ал бұл екі затты кездестіре бермейміз. Сондықтан да осындай ақша шақыратын бұйымдарды сататын жерлерден көшсеңіз, таң қалмаңыз. Ақша шақыратын бұйымдардың көп деген түрлері бар. Мен сіздерге 4 түрін көрсеттім. Енді оларды қалай таңдау керек? Барлық ұлттың наным-сенімдерінде ақшаға қатысты ырым тыйымдар бар. Үйде үлкендердің ысқырмау қажеттілігін айтпайтыныңыз бекерден емес. Қағаз. Әмияныңызда тұмар ретінде ақша ұстаңыз. Ұсақ тиын емес, керісінше ірі ақша салып қойыңыз. Әр адамның әмиянында бақыттың бағалы қағазы болуы тиіс. Оның міндеті мәңгілікке өз орнында қалып, ақшаны магнитше тарту. Ескі және сирек ақшалар. Шектеулі таралыммен шығатын теңгелер де ақша шақырады. Айналымнан шығып қалған купюраларды немесе көне металдарды жинап қойыңыз. Көбінесе айналымдан шығып бара жатқан қазіргі таңда 200 теңгелік бар. Бұл 200 теңгеліктерді, мысалы, бұрынғы ақшаларды сіздің әмияныңызға салып қойсаңыз, ол да ақша шақырып отырады екен. Ақша шақыратын өсімдіктер. Жаңа біз бағалы қағаздар, қызыл әмиян туралы және де ескі ақшалар туралы айттық. Ал өсімдіктер туралы біз тоқтала кетейік. Қаржылық ахуалды жақсартуға көмектеседі деген тағы бір сенім, байлық символы болатын бөлме өсімдіктерін өсіру. Олардың қатарында бергения, каланхойе, шегіргүл, бәйшешек, жауқазын, парсы теңбіл және бамбук бар. Көп естіп жатамыз гүлдердің, мысалы, ақша шақыратын гүл, денежный гүл деп жатамыз, сол сияқты өсімдіктер де ақша шақырады. Досыңның кім екендігін білгіңізде, оған қарызға ақша бер деген екен. Сол үшін де адамның қандай екенін ақша ұстағанда біле аласың. Сол секілді ақшаның сиқырлы күші немесе энергетикалық қасиеті бар екенін жайында соңғы кездері көп айтылып жүр. Қолыңызда миллион теңге тұрып, одан ешқандай пайда көре алмауыңыз да мүмкін. Керісінше, 10 000 теңге бүкіл байлықтың негізі болып жататын әсерде аз емес. Ақшаға байланысты ырымдарды сіз де жасап көріңіз. Бәлкім сіздің де қалтаңыз қалыңдар.